Бүгінгі кезекті видеомыз бәріміздің сүйсініп жейтін кез келген қою тамақпен бірге жегенде тәбетті аша түсетін корейский салаттың жасалу жолын ұсынбақпын. Теркадан сәбізімізді осылай өткізіп алған соң тұз салып, қатты қыспастан араластырып аламыз. Араластырылған сәбізді 10-15 минут бір шетке қоя тұрамыз. Сәбіздің суы шығып босайды, осындай қалыпқа енеді. Сәбізге қара бұрыш, қызыл бұрыш, кориандр, паприка, шекер, сонымен қатар кристалл қалыптағы приправаны және сірке суын, езілген сарымсақты қосамыз. Одан соң салқын су құйып араластырамыз. Сәбіз босап, бойындағы шырыны шығып, дәмді салатқа айналады. Холодильникке қойып, кез келген уақытта жей берсеңіз болады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіз. Ал енді бейжай өтпей, каналға қолдау білдіріп, лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіз.